Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университет түлектері үшін жас маман 2014 бос жұмыс орындары жәрмеңкесін ұйымдастырды. Оқу орнында студенттер үшін бос жұмыс орны жәрмеңкесі жыл сайын өтіп тұрады. Биылғы жылдан бастап университет облыстағы ірі өндіріс орындарымен келісім шартқа отырған. Яғни енді студенттер білімін практикалық тұрғыда кәсіпорындарда да ұштастыра алады. Бұл жас маманның сенімді жұмыс бастауына негіз болмақ. Биылғы оқу жылы біздің университет осы біздің облыстың Тараз қаласының ірі кәсіпорындарында, оның ішінде Қазфосфат акционерлік қоғам, бірнеше банктерде осы біздің университеттің жетекші кафедралары филиалдарын ашты. Осы филиалдар арқылы студенттердің кәсіптік практикалары ұйымдастырылды. Содан кейін енді негізгі ғылыми зерттеу жұмыстары да сол филиалдар арқылы, содан кейін сол жаңа ірі мекемелердің жетекші жұмысшылары өзімізге практикалық пәндерден дәріс беруге тартылды. Бос жұмыс орындар жәрмеңкесіне 28 жұмыс ұсынушы мекеме қатысты. Олардың қатарында түрлі банк өкілдері, мекеме бөлімдері, қаладағы түрлі қонақ үйлермен қатар ірі зауыттар бар. Дегенмен сұраныстың басым бөлігін еңбек рыногына қажетті техник, кен өңдеу, дизайнер сынды мамандықтар құрап отыр. Біздің ауыл шаруашылығы саласы бойынша өзіміздің жүргізген мониторинг нәтижесінде бізде биылғы жылдың өзіне 300-ден аса бос орындар мамандар қажет. Ол негізі ауыл шаруашылығы саласы мамандары. Онымен қоса дипломмен ауылға жобасы бойынша биылғы жылдың өзіне 450 мамандық қажет. Айгерім Әбдірахманова жәрмеңкеде өз түйіндемесін Қазфосфат зауытына тапсырды. Зауыт түскен ұсынысты қанағаттандырса, ол облыстағы ірі өндіріс орнында биотехнолог маманы болмақ. Бұл мамандықты мен өзім болашағым үшін оқыдым. Яғни сол үшін жақсы жұмыс табуға, сол жұмысты игеріп кетуге мен тырысамын деп ойлаймын. Биылғы оқу жылын 56 мамандық бойынша 1218 бакалавр, 39 мамандық бойынша 280 магистр аяқтағалы отыр. Ал жәрмеңке енді ғана оқу бітіргелі тұрған студенттерге жұмысқа орналасуға мол мүмкіндік береді. Былтырғы жылы дәл осындай шараның жемісті нәтижесінде түлектердің 85%-ы лайықты жұмыс орнын тапқан. Мархабат Көпбосынова, Ермек Асаубаев, жаңалықтар қызметі.